Сәлеметсіздер қадірмен көрермендер, сіздер IT сервис кезет каналын көріп отырсыздар. Көптен бері каналымызда видеолар болған жоқ. Енді бір жағдайлармен видеолар сала алмай қалдық. Бірақ енді күнделікті видео салып отыруға тырысамыз. Сонымен бүгін бізге видео ремонтқа келіп түскен телефон. Ол мынандай Redmi Mi деген телефон, моделі Mi Play деген. Келген мәселесі телефон Google аккаунт болатына қолданып қалған. Және мына жерде дәл деп келесі бетке бізді өткізбейді. Егер сіздер телефонға жазған аккаунт пен оның паролін қандай да бір себептермен ұмытып қалған болсаңыздар, онда үй жағдайында бұл боғатты өз қолдарыңызбен қалай шығаруға болатындығын сіздер осы видеодан көретін боласыздар. Біз бұл жерден артқа қайтамыз. Артқа қайтып, сим карта деп жатыр. Жарайды. Яғни Wi-Fi желісін сіздер қосып аласыздар телефондарыңызда. Проверка обновления деп тұр, ол бізден. Артқа қайтамыз. Артқа қайту керек екен. Енді мына жерден сіздер новая сеть Wi-Fi. Кешіріңіздер. Мына жерден новая сеть Wi-Fi. Және мына жерде 4 белгіге басасыздар. Мынандай 4 кубик деп айтып жатамыз, осыған басып, ол жерден язык дегенге басып тұрамыз. Жарайды, языкқа басамыз, еще. Жоқ, кешірім сұрайын. Мынаған басамыз, 4 белгіге. Одан кейін тема дегенге. Язык, QWERTY. Қателесіп көттік қазір. Қазір тәсілін тауып алған соң сіздерге көрсетсек. Мінекі достар табылды, яғни біз жаңа есімізден шығып қалды. Мына жерге басқан соң, клавиатура шыққан соң сіздер 4 белгіге басасыздар, және кішкене төбеге қарай көтереміз. Біз еще тауа алмай қалдық жаңа, есімізге, ойымызға түспей қалды. Енді осы шестиэкраник деп айтып жатамыз ғой, осыған басасыздар. Және ол жерден отзыв деген болады. Отзывқа басасыздар. Отзыв. Одан кейін жерден сіздерден Gmail деп сұрайды. Добро пожаловать в Gmail деп. Бұл жерден пропустить деген басамыз. Одан кейін добавить электронный адрес почты деген таңдайсыздар. Кешіресіздер, кішкене сырқатталып қалған едік. Және мына жерден электронный пошталарды бізге ол ұсынады. Біз бұл жерден Exchanges и Office 365 деген таңдаймыз. Және мына жерге кез келген бір символдар жазамыз. Кез келген символ, одан кейін собачка мына жерде, кез келген символ, нүкте, тағы да кез келген бір нәрсені жазамыз. Одан кейін далее. Парольге де кез келген символдарды жазып шығасыздар. Былай. Одан кейін далее. Яғни мына жерде дұрыс емес болып тұрған екен. Ол бізден сертификат клиента не используется деген тұрады мына жерде. Осы жерден сіздер выбрать деген басасыздар. Және ол жерден ол бізге сұрайды. Айтады. Перед использованием хранилища учетных данных необходимо задать пароль блокировка экрана деп сұрайды. Біз окей дейміз да. Осы жерден 3 түрлі пин-код қоятын тәсіл болады. Сіздер цифровой код деп таңдасаңыздар, немесе графический. Біз цифровой код деген таңдаймыз. Мына жерден кішкене күтеміз. Ол бізді яғни ескертеді. Парольді ұмытып қалмаңыз, есіңізде сақтаңыз деп бұл жерде понятие деген таңдаймыз да. 4 цифрдан тұратын, пин-код қоямыз. Біздің жағдайымызда 2552. Продолжить 2552. Окей. Сертификат не найден дейді бұл жерде. Отмена дейміз да, артқа қайтамыз осылардан. Артқа қайтамыз, барлығынан артқа қайтып шығамыз. Артқа қайтасыздар, артқа. Енді қайтадан осы бастапқы баптаудың бәрін өтіп шығамыз. Wi-Fi-дан далее деп өтеміз. Далее. Бұл жерден сим картаның бізге қажеті жоқ. Тағы басамыз. Және бұл жерден қазір бізден ол пин-кодты енгіз деп сұрайды. Настройка как новое устройство, осыдан кейін сұрайды қазір бізден. Қараңыздар. Дозволок после сброса дейді. Біз бұл жерге жаңа өзіміз ойлап құрастырған пин-кодты жазамыз. Біздің жағдайымызда 2552. Далее. Және мына жерден қарасаңыздар, пропустить деген батырма шығады. Осыған басамыз. Пропустить. Ешқандай Google аккаунт жазбастан біз телефон, Mi Play телефонын, мына жерде нет спасибо, Google аккаунт болатынан шығардық. Бұл жерден не аккаунт қажет емес, не использовать.
Пропустить. Мына жерден бәрін далее продолжить деген басып шығасыздар. Приложение шығып кетті ма деймін мына жерде. Жарайды, артқа қайтып алдыға бір рет басасыздар. Настройка завершена. Все готово. MIUI 10 екен. My Play телефонда, бұл телефонда Android версиясы жаңылыспасақ 8.1 болса керек. Қазір қарап көреміз. Енді кішкене күтесіздер, загрузка приложения. Күтеміз. Мінекей, қараңыздар, телефон бізде толықтай қосылды. Енді телефон настройкасына кіреміз. О, телефоне, мінекей көрсетіп кетсек. Версия Android 8.1. Последний обновление без системы безопасности 2019 05.01 екен. Бізде телефон толықтай, мінекей, модель My Play. Толықтай Google аккаунт болатынан шығарылды. Енді сіздер осы жерде блокировка защита деген болады, осыған кіріп, защита устройства включено деген осыған басасыздар да, жаңа өздеріңіздің терген парольдарыңызды теріп, далее дейсіздер де, отключить защита деген таңдап, окей дейсіздер. Және телефонды бір рет өшіріп қосып көріңіздер. Және телефонда пин-код алып тастайсыз. Және осылай сіздер телефонда толықтай қолдана бересіздер енді. Егерде жүректеріңізде күмән қалса, настройкаға кіріп, расширенная настройка, сброс, резервная копия и сброс деген таңдап, сбросить к заводским настройкам, сбросить настройка деп таңдайсыздар, және жерде 10 секунд күтесіздер. Далее, одан кейін екінші рет сіздерден ол күтуді сұрайды. Яғни қазір қараңыздар, сіздерге түсіндіре салайық. Телефонды толықтай форматтамайда қолдансаңыздар болады, немесе телефонның настройкасынан осылай бір рет толықтай бір форматта жүрсеңіздер де болады. Енді ол өздеріңіздің қалауларыңыз. Окей. Телефон толықтай форматталды. Осылайша телефон келесіде қосылғаныңызда сіздерден ешқандай Google аккаунт сұрамайтын болады. Егер видео сіздерге ұнаған болса, видеоға лайк басып каналға тіркеліңіздер, сұрақтарыңызды комментарийға қалдырыңыздар. Біз оған міндетті түрде жауап беретін боламыз. Алдағы уақытта бізде көптеген қызықты мәліметтер, видео сабақтар күтуде. Сау сәлеметте болыңыздар.